Kanalıma қош келдіңіздер. Құрманың пайдасы мен зияны. Күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі құрма. Аталған жеміс жаңа жылдық дастарханның айнымас бір бөлігі. Құрмада қызғылт сары пигмент бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына әкеледі. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады. Дегенмен оны көп тұтынбау қажет. Өйткені шамадан тыс жеу терінің сары түске боялып, каротинді сары ауруға себеп болады екен. Дәмі ауыз қуыратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін, тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа да ағаштың қабығынан жасалған ұнтақ. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсерден ересектердің іші қатса, әлі асқазаны әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Сондай-ақ құрманың құрамында қанттың көп болатынын ескеру қажет. Құрмада 100 калория бар. Сусамырмен ауыратындар құрмадан түбегейлі бас тартуы керек. Толық піспеген құрма асқазанды бездердің не қатты тастардың жиналуына әсер етеді екен. Құрманы жер алдында оның қабығына назар салыңыз. Қара дақтары бар, қабығына зақым келген құрмадан аулақ болған жөн. Өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүректің айнуына және ағзаның әлсіреуіне сеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Оның құрамында көптеген пайдалы микро және макро элементтер бар. Магний тамырларды босаңсытса, калий ағзадағы артық заттарды шығып, қан қысымының төмендеуіне әсер етеді. Пектиндер болса токсинді заттарды жояды. Оған қоса құрма йодтың таптырмас көзі. Дәрігерлер күніне 2 құрмадан көп жемеуге кеңес береді.